Баршаңызға сәлем. Бүгін тауықтың аяқтарын ерекше панировкалар жасайтын боламыз және картоптан крокеттер жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен тауықтың аяқтарына тұз салып қайнатып пісіріп аламыз және картопты да тұз салып қайнатып пісіріп аламыз. Піскен картопымызды ысылай пюре қылып езіп алып, үстіне ірімшігімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге 2 жұмыртқа, ұн және панировочный сухарий керек болады. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып алып, тауықтың піскен аяқтарын осылай картопты жабыстырып аламыз да, ұнға аунатып аламыз. Жұмыртқаға салып, панировочный сухарийге аунатып аламыз. Барлық тауықтың аяқтарына осылай жасап шығамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін табамызға сұйық майды құйып, қыздырып, тауықтардың аяқтарын салып қуырып аламыз. Ұзақ қуырмаймыз, себебі бізде барлығы піскен. Тек 2 жағын айналдырып қана қуырып аламыз. Қалған картоптан крокеттер жасайтын боламыз. Картопты осылай дөңгелетіп аламыз да, ұнға аунатып, жұмыртқаға салып, панировочный сухарийге аунатып аламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Барлығын дайындап алған соң жаңағы майымызға барлығын салып, 2 жағын айналдырып отырып, қуырып аламыз. Қуырып алған тауықтың аяқтары мен крокеттерімізді қағаз майлыққа түсіріп аламыз, артық майларын сіңіріп алу үшін. Мінекей біздің тіске басарларымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Сондай әдемі және ерекше. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.